Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі сабақ объектілерді бұру және оларды қисайту және бір-бірін қарама-қарсы қою, яғни отзеркаливание дейді, соны өтетін боламыз. Ал бастайық. Кеттік. Бірінші бір объект сызайық. Мысалы, бір төртбұрыш контролды басып тұрамын да, барлық жағы бірдей болу үшін осылай сызамын. Енді осында мен ромбик жасауым керек. Ромбик жасау үшін мен қайтемін. Мен мысалы осы объектіні аламын да, мына жерде бір тәсілі, мына жерде бұрылу деген нәрсе тұр, яғни бұрау деген нәрсе. Осы жерге градустарын жазасыздар. Бірінші әдісі. Өзіңіз егер жақсы білсеңіз, геометрия, алгебрадан барлық қарапайым математикадан 45 градусқа бөлсеңіз, тең жартысы, яғни 90-ның жартысы дейді. Осында ромбик жасай аласыз. Я болмаса, осы объектің басылды ғой, жан-жағынан төрт бұрыштың да барлық жағында қара нүкте тұр. Тағы бір рет бассаңыздар объектіге, мышканың сол жағымен, көрдіңіздер ме, жан-жағынан төрт бұрышынан бұруға болады деп тұр, және жан-жағынан қисайтуға болады деген шығады. Осынан қараңыздар, контролды басып тұрып, тағы да бір рет бассаңыздар, мына ромбик болып айналады. Бұны қарап отырсаңыздар, бұлай бұра беруге болады. Контролды баспай айналдыра беруге болады міне. Контролды басқан себебіңіз ол барлығын бір белгілі бір ара қашықтықта бұруға арналған көмегіш құрал. Мысалы, мына жерде бір логотип жасайтын болсаңыздар, осыған өте ыңғайлы. Төрт бұрыштыны міне аласыздар, тағы бір рет басасыздар, бұрайсыздар да, былай алып, мышканың сол жағын басып тұрып, оң жағын бассаңыздар көшіреді. Былай белгілейсіздер да, біріктіре салуға болады. Я болмаса бір түс бересіздер, контурын алып тастауға болады міне. Осы бір қарапайым төрт бұрыштыдан осындай мүсін жасауға болады. Тағы бір әдісі үш бұрышты. Үш бұрышты да дәл солай. Міне. Бұлай бұра беруіңізге болады, бірақ бұл центрда тұрған жоқ. Бұның дәл центрін табу үшін міне, бұлай түсіресіздер, сосын бұрасыздар міне. Звезда Давида дейді, еврейлердің знагы шықты. Келесі жұлдыз. Бұрыштарын көбейте берсеңіз болады, 5 бұрыш. 5 бұрышты да міне көбейте беруге болады. Тағы бір рет басамыз, яғни міне. Міне. Осыда арқылы неше түрлі логотип жасауға болады. Енді қараңыздар. Мынандай бір қызық бір жасап көрсетейін сіздерге. Міне бояғын алып тастайын, көріп отырсыздар ма мынандай. Ол үшін жаңағы төрт бұрышты алайық. Белгілейміз. Ромбик жасап алайық міне. Көріп отырсыздар ғой. Енді я болмаса мынаны ромбик күйінше тұрсын. Қараңыздар, кішкене контролды басып тұрамын да, бүйтіп контрол баспай-ақ осылай істеймін да, бір рет мышкамен көшіріп аламын. Сосын контрол D-ні баса берсем, дублировать ете береді. Соны жаттап алыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9-да жетеді. Көріп отырсыздар ма? Ортасында шеңбер шықты, жан-жағын барлығы түстері әдемі шықты. Енді тағы бір әдіс қисайту. Бұруды үйрендік, бұрауды үйрендік. Енді қисайту. Тағы да бір төрт бұрыш салайық. Мына жерге. Енді осыған түс берейік. Жасыл түс. Енді осыны тағы бір рет бассаңыздар, бағана бұрыштарынан бұрау деген шықса, енді жандарында қисайту деген бар. Міне, көріп отырсыздар ма? Осындай жақсы әдіс жасауға болады. Мына жерден сол жағын алып тұрып, тағы бір үйрететін нәрсе міне. Көріп отырсыздар ғой, мына жағын басқан кезде өйстіп қисайтуға болады. Және мына жағына бүйтіп тартсаңыз былай қисайтуға болады. Енді осыны бізде зеркальный отражение, қарама-қарсы көшіру, яғни осыны қою деп аталады. Оны мына жаққа қарай дәл осыны істеу үшін тағы да екі әдісі бар. Біріншісі Ctrl-C, Ctrl-V басасыздар да, копировать ставить барлық программаларда. Сосын сіз оны мынаның шетіне тартып тұрып, міне, бұлай басқан кезде дәл осындай қайталанып тұр ғой. Бұлай қарай отзеркалить ету үшін жоғары жақта бір құрал бар міне. Отразить по горизонтали дейді. Көріп отырсыздар ма? Осыны істеу. Бірінші әдіс осы. Екіншісі, мысалы мынау тағы осындай болатын болса, оны сіз контролды басып тұрасыздар да, мына бұрышты солға қарай бұрғыңыз келсе, оң жағына аласыз да, контролды басып тұрып копировать етесіз. Яғни мышканы басып тұрып, сол жағын басып тұрасыздар, жібермей, оң жағын басасыздар міне. Бұл екі әдіс, яғни зеркальтеудің екі әдісі. Енді осыдан ары қарай енді төрт бұрыш жасай салуға болады. Төрт бұрышты мына жерден міне бізде көп болып шыға келді. Осындайларға қолдануға болады. Енді бір қараңыздар, жазуларға қолданайық. Яғни бір шрифт, бір әріп алайық. Мына жерде мен арнайы көрсеттім, R деген әріпті. Ол міндетті түрде R болу маңызды емес. Көріністер E деген әріп болсын.
ағылшынша е әрпі болсын. Е әрпіне бір қызықты шрифт таңдайық. Мынандай алсақ, міне көріп отырсыздар ма? Я болмаса тағы бір мына жағын алайық. Я тағы болмаса басқа шрифт. Міне. Бұдан бұлай қарай қосып көбейтуге болады. Яғни бұдан неше түрлі логотип жасап алуға болады. Шрифттерді қолдана отырып. Көріп отырсыздар, бұл жаңағы айтқаным, яғни зеркалдету. Мынаның кез келген әріпті мысалы аласыздар да, сол жағынан аласыздар, оң жағынан алып, сол жаққа көшіргіңізге осылай көшіресіздер. Егер де мынаны оңға қарай көшіргіңізге, сол жағын аласыздар да, контролды басып тұрып былай көшіресіздер. Көріп отырсыздар ма? Былай шыққан кезде мына Е ортасында H деген N деген әріп шықты міне. Қызықты осындай дизайндар жасауға болады. Және енді суретке қатысты, яғни фотосуретке қатысты. Мысалы, осы бір адамды мына жаққа келмей тұрады, мына жаққа қарай, оңға қарай, мына қызды бері қарады дейді. Сол кезде не істейсіздер? Дәл сол әдіс бойынша мынаны аласыздар, суретті. Мына жақта жоғарыдан отразить по горизонталь деп басасыздар. Міне көрдіңіздер ме? Айналып шықты. Я болмаса, осыны аласыздар да, контролды басып тұрып, оң жағына көшіресіздер. Міне көріп отырсыздар ма? Яғни қарама-қарсы бір-бірін көшіріп берді. Бағана айтқан әдіс бойынша мысалы сіздер мына біріншісі мына жаққа горизонтальный бар. Енді сіздер төмен қаратқыңыз келсе, төмен қарай отразить ете аласыздар. Көрдіңіздер ме? Мына жақта яғни вертикалды түрде отразить ету деген бар. Мынада да солай бар. Мысалы, мына әріпті аласыздар да, отразить по вертикали дейді. Бұл жерде айырмашылық сезілмейді. Бұл жерде басқа бір әріпті алайық. Мысалы, D әрпін алайық. Мысалы, мынау D болса, бұда да айырмашылық сезілмейді екен. Қазір мен қандай әріп алсам екен? А әрпін алайық. Бұда енді білініп тұрады ғой. Міне. Мынада горизонталь білінбесе де вертикалды түрінде білінетін болады. Қысқаша осы бізде яғни объектілерді қисайту, бұрау және қарама-қарсы бұру қою деген сабақ осы болды. Міндетті түрде бұны сіздер тоқтатып, өздеріңіз қайталап көріңіздер. Өйткені бұл сабақ барлық сіздердің дизайндарыңызда қолданылатын тәсілдердің бірі болады. Сондықтан мұқият болыңыздар. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Жақсы сау болыңыздар.